Оқушылар, бізде келесі сабақтар ол continue мен break, яғни for циклының көмекші сөздері, for while'дардың көмекші сөздері. Continue бұл бізде қалай айтсам, шарт орындалса, сол итерацияны көрмей қалады. Яғни ол break сияқты тоқтап тастамайды да, сол жақтарда айтқанда skip етеді, яғни өтіп кетеді. Мысалдармен түсіндіру оңайырақ шығар. Бізде екі сан енгіземіз, яғни екі аралық, яғни мыяқта 14 пен 25, 14 пен 25 деген сандар енгізілсе, именно арасында, сол екі диапазон арасында қай сандар екіге бөлінсе қалдығы 0, соларда continue наоборот көрмей қалады. И қалған сандарды шығарып береді. Яғни бұл жақта наоборот біз ойлап қаламыз, то что жұп сандар шарты тұрса біз жұп сандарды көрсететін едік қой деген сияқты алдағы мысалдарда сондай бар еді. Бірақ continue наоборот сол шартты көрсе, оны көрмейді. Яғни көзін жұмады деген сияқты әңгіме ғой. Осы шартқа келген кезде көзін жұмады да, қалған кезде нормально жұмыс жасайды деген сияқты. Бұл жақта именно осы екі диапазон ішінде тек қана наоборот тақ сандарды шығарып береді. Continue сонда мына шартты наоборотынан көріп отыр. Келесі мысал. Берілген бір не бар? Сөз бар. Сол сөздің ішінде қайсы үлкен А немесе кішкентай А болса, соны біз наоборот көрмей қаламыз. Continue көрмей қаламыз. Яғни, мысалы, мыяқта S-қа мынандай ұзын сөз берсе, біз соның ішінен именно аларды алып тастаймыз да, тек қана қалған әріптерді жазамыз. Мыяқта бір кішігірім қате, мыяқта S кішкентай жазды да, S үлкен жазды. Мыяқта да S кішкентай қылып жазу керек. Осы кодты істеп көрейік. S-тен input. И потом біз мыяқта for I in S дейміз да. И именно если S-тен, допустим, кішкентай А немесе S-тен үлкен А, біз мыяқта continue дейміз да, и біз print S деп көреміз. Ал кеттік бір сөз жазайық. Допустим, так, абракадабра дей салайын. Абракадабра дей салайын. Так, менде мыяқта мен I деп жазуым керек еді ғой. Ойбай, кешіріңіздер. Так, басынан. Так, мына сөзді қайтып копировать етіп вставить ете салайын мыяққа. Так, мен не қате жібердім? I. Так, I, мыяққа S емес I деп жазу керек еді. Кешірім өтінем, мыяқта турасы алдағыдай абракадабра десем, мыяқта менде BR, K, D, BR деген, яғни именно аларды көрмей қалады, а қалған әріптердің бәрін көреді. Яғни осындай қызық есеп. Келесі есеп көрейік. Енді келесіде бізде break. Break бұл қатал, яғни шарт орындалса, ол циклды тоқтатып тастайды. Бір мысал көрейік. Допустим, мыяқта бізде мынандай бір есеп бар. Алматы кітап баспасында
берілген сандар бізде n деген циклдың қанша рет орындалатынын айтып жатыр. Яғни бізде цикл 5 рет орындалу керек еді. И біз 5 рет санын енгізуіміз керекпіз. Бірақ қай кезде бізде x енгізген сан 0-ге тең болған кезде біз циклды тоқтатамыз да, и сол кезде қашан енгізді сол санды, соның индексін шығарамыз. Яғни мына жақта n тең 5 деген кезде n мына жақта 4, 8, 0 деп енгізген кезде цикл тоқтап қалды да. И бізде үшінші сан енгізген кезде, то есть үшінші сан болып 0 енгізілді деп бізде осылай шығарып береді. Мына жақта команда сондай екен. Так. Мына жерде екі мысал бар. Бірінші мысал for циклына байланысты, екінші мысал while цикліне байланысты. Біріншісінде бізде for циклында берілген сандар 11 мен 21 арасында сандар. Солардың ішінде 11, 12, 13, 14, 15, яғни әрбір сан жеке-жеке келеді. Солардың қалдықтары S-қа қосылып отырады. Яғни 11-ді 10-ға бөлсең қалдығы 1 қосылады S-қа, 12-ден 2 қосылады, 13-тен 3 қосылады, 14-тен 4 қосылады, 15-тен 5 қосылады. Яғни осылай әрқайсы жеке-жеке келіп тұрады. И сөйтіп қашан сол суммасы 15-тен үлкен болады, сол кезде брейк орындалады. Мына жақта тоже мына жақта 10-нан бастап сандар жаймен-жаймен несейді S-қа қосып отырады. Яғни біріншісіне 10 келеді. Бірінші шарт 10 5-тен үлкен ба? Иә. 10-нан біз 2-ні азайтып тастаймыз. 8. 8-ді аламыз да S-қа қосамыз. 10 8 болады мына жақта. Потом ол 8 20-дан үлкен ба? Жоқ. Ары қарай біз дальше кетеміз. 8 5-тен үлкен ба? Иә. 8-ден 2-ні азайтамыз. 6. 6-ға біз алдағы 8-ге қосамыз. 14. 14 20-дан үлкен ба? Жоқ. Ары қарай біз уже 6 шасып келеді. 6 5-тен үлкен ба? Иә. 6-тан 2-ні азайтамыз. Бізде 4 болады. 4-ті аламыз да біз алдағы 14-ке 4 қосамыз. 18 болады. 18 20-дан үлкен ба? Жоқ. Дальше уже 4-ті біз салыстырамыз. Но так как 4 бізде 5-тен үлкен емес, и бізде осы жерде просто while тоқтап қалды. То есть шарт осы істемей қалды бізде. Print ретінде соңғы x 4 болып шығады. Ал мына жақта бізде брейк орындалмады, просто бізде шарт дұрыс орындалмай қалды. То есть шарт уже тоқтап қалды орындалудан. Осындай қызық есептер бар. Жалпы break continue өте түрлері өте көп, яғни андай әр жерде келуі мүмкін. Бірақ екеуінің қызметі екі түрлі. Соны білсеңіздер, қатты қиын емес. Сонымен бізде жалпы циклдар аяқталды. Сау болыңдар.